Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге салмасы сүзбеден үгілмелі өте дәмді печенье жасап көрсетемін. Түрі де әдемі, қонаққа келгенде дастарханға салғанда өте керемет. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Печеньенің тестасын илеу үшін 250 грамм сары майды ертіп алдым. Енді соған 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз бен майымыз араласып болғаннан кейін 100 грамм шекер салам. Оны да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа, шекер, май араласып болғаннан кейін разрыхлитель саламыз. Разрыхлитель бір пакетик салам, ішіне 5 грамм. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізген ұнымызды жайлап салып, қолымызбен қамырды едеміз. Онды бірден салмау керек, жайлап салу керек. Өйткені қамырымыз қатты оқымау керек, жұмсақ болу керек. Сонда печеньеміз үгілмелі әдемі болады. Жұмсақты осындай болу керек. Өте жұмсақ. Дәл осы видеода істейтін болсаңыздар, печеньелеріңіз өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Енді ішіне салмасы 400 грамм творогқа 2 жұмыртқаны жарып салам. Бұған да 100 грамм шекер қосам. Қасықтың көмегімен араластырып, одан соң блендермен мыжғылаймыз. Бір қалыпты масса болғаннан кейін печеньенің салмасы дайын болады. Қамырымызды жайып, осылай жайып аламын да, бокалдың көмегімен дөңгелектеп кесіп алатын боламыз. Осылай бәрін домалақтап ойып алдық. Енді печеньемізді ішіне салмасын салып бөе берсек болады. Осындай формада бөгеміз. Бәрін осылай бөгіп аламыз. Ортасын қатты басудың қажеті жоқ. Тесто жұмсақ болғандықтан өздері ортасы бірігіп кетеді. Енді табамызға пальға төсеп, соған орналастырамыз бүгілген печеньелерді. Міне бәрін орналастырдық. Енді 180 градуста 15-20 минутта печеньеміз пісетін болады. Печеньеміз пісті. Үгітіліп тұр, өте әдемі. Осындай конвертке ұқсайтын печеньеміз дайын болды. Ішінде творожный салмасы бар. Өте дәмді печенье. Достар, жасап көріңіздер. Тез дайындалатын, дәмді, түрі де әдемі. Қонақ келгенде дастарханға салуға өте әдемі көрінетін печенье. Егер де менің рецепттерім ұнап жатса, каналға тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.